Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін бізде 29 сәуір. Сабақтың тақырыбы мұхитаралды көреміз. Увидим океанариум. Сабақтың жаңа сөздері: мұхитарал, океанариум, тасбақа, черепаха, балық, рыба, енді, теперь, көреміз, увидим, кірпі балық, морской еж. Думанға әкеммен барамын. Пойду в думан с папой. Енді мұхитаралды көреміз. Теперь увидим океанариум. Балалар, 113 беттегі мәтінге назар аударайық. Ребята, обрати внимание на текст на странице 113. Маған мұхитарал ұнайды. Мне нравится океанариум. Мұхитаралда балық көп. В океанариуме много рыб. Мынау үлкен тасбақа. Это большая черепаха. Енді балық көреміз. Теперь посмотрим рыб. Бірінші тапсырма. Диалогты оқы. Әке, енді мұхитаралға барамыз ба? Папа, теперь мы пойдем в океанариум. Жарайды, балам, барамыз. Хорошо, сынок, пойдем. Әке, мынау не? Папа, что это? Бұл тасбақа. Это черепаха. Әке, мынау қандай үлкен балық? Папа, какая это большая рыба? Я, балам, енді кірпі балықты көреміз. Да, сынок, теперь посмотрим на морского ежа. Жазылым тапсырмасы, екінші тапсырма. Письменное задание, второе упражнение. Қате жазылған сөйлемдерді дұрыс құрастырып жаз. Предложения, которые составлены неправильно, составьте правильно и запишите в тетрадь. Я возьму последние два предложения. Оңай мұхитарал саған ма? Саған мұхитарал оңай ма? Последнее предложение. Көреміз үлкен мұхитаралда балық. Мұхитаралда үлкен балық көреміз. Ребята, теперь вы попробуйте составить правильно первое, второе и третье предложение. Запишите в тетрадь и отправьте мне. Үшінші тапсырма 114 бетте. Третье упражнение на странице 114. Сендер мұхитаралда не көресіңдер? Что вы увидите в океанариуме? Используя картинки, ответьте на вопрос. Мысалы, бірінші сөйлем. Например, первая картинка. Біз мұхитаралда тасбақа көреміз. Мы увидим в океанариуме черепаху. Енді сіздер екі суретті қолданып, сұраққа жауап беріңіздер. Теперь вы, используя две картинки, ответьте на вопрос. Сендер мұхитаралда не көресіңдер? Жазылым тапсырмасы, письменное задание, 115 бетте на странице 115. Суреттерге қарап, сөйлемді аяқтап жазыңдар. Посмотрев на картинки, закончите предложение. Например, первая картинка, снизу написано «Думанда». Думанда мұхитарал бар. В думане есть океанариум. Ребята, теперь, используя две картинки, закончите следующие два предложения. Мен ертең. Обратите внимание, что девочка идет с дедушкой в думан. Мұхитаралда в океанариуме. Что есть там? Запишите.
Осы екі тапсырманы да маған WhatsAppпен жіберіңіздер. И эти два упражнения также вам необходимо отправить мне. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Рахмет. Сау болыңыздар, балалар.